өзіңіздің қолдауыңызбен, халықтың қолдауымен міне мынандай керемет көлікті алып жатырмын. Бір тиын ақшасы жоқ. Қалай үй автокөлік алуға болатынын айтып өтіңізші. Өмір бақи сол көлігімен. Амандап жүрген ғана көлік, адам да қуанды, күйеуім де қуанды, бала шағаларым да қуанды. Ассалаумағалейкум, құрметті асылдарым, жақсыларым. Аманат драйвтық халықтың жобалардың ең бастысы ақшасы бар адамға да, ақшасы аз адамға да, ақшасы жоқ адамға да автокөлік баспана алуға бола ма? Иә, осы жобаларды жасаған кезде біз ақшасы жоқ адамдарға да автокөлік алатын немесе баспана алатын мүмкіндік берген болатынбыз. Әдейі арнап біз Нұр-Сұлтан қаласынан Алматыға келдік, ағайын. Ең бастысы сол жобамыз бойынша бір тиын ақшасыз автокөлік алған адамды кездестіреміз. Ал қалай алды, қандай жұмыстар жасап жатыр, бірге көрейік. Құрметті, қалайық, автокөлікті алған кісі келе жатыр. Бірге тамашалайық. Қалай болды, не болды? О, мына автокөліктің түрі де, және де нөмірі де тамаша екен. Байқағаныңыздай әйел адамдарға жарасады. Саламатсыздар, қалдарыңыз қалай? Автокөліктеріңіз құтты болсын. Рахмет, рахмет. Аллаға шүкір, міне Алланың қалауымен, өзіңіздің қолдауыңызбен, халықтың қолдауымен міне мынандай керемет көлікті алып жатырмын. Ал онда болса, Алматыны бірге аралап қайтайық. Жақсы көрмекке дейді ғой. Құрметті достар, Ақтолқын ханымды біреу білсе, біреу білмейді. Бұл кісі қазір бізде Аманат драйв арқылы үй, баспана және де халықтық жобаларды халықтарға түсіндіріп жүрген кісілердің бірі. Яғни көптеген адамдарға тағы да автокөліктің үйдің де кілтін беріп, видеода көбірек танымал болып жүрсіз. Қазір осы бір тиын ақшасыз деген мәселеге келейікші. Біз осы халықтық бағдарламаны жасаған кезде бұрын өзімізді армандаған болатынбыз. Яғни ақшасы жоқ адамдарға да үй, автокөлік алатын мүмкіндік берсек деп. Міне қазір Аллахтың қалауымен сіз бір тиын ақшасы осы автокөлікті алып отырсыз. Енді өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Аллаға сан шүкіршілік. Ақтолқын есімім. Февраль айынан бастап осы биылғы ақпан айынан, яғни Аманат драйв кооперативінде Алматы қаласы бойынша өкіл болып жұмыс жасап жатқан жайым бар. Оған дейін қаншама уақыт зерттедім кооперативтерді. Болады ма, болмайды ма, сенімсіздік те болды. Өзіңізбен де талай кездесіп жүрген кезде сенімсіздік болып зерттедім. Көзім жетті, осы жерден табыс табуға болатындығын, пайызсыз, ешқандай бір тиын төлемей, тек қана бонуспен үйде, баспанада, көлікте алуға болатын мүмкіндік бар екенін көрдім, келдім. Міне нәтиже. Сенбейтін де реті бар, өйткені сіз өзіңізді заңгер ретінде Қазақстан мемлекетінің заңына сәйкес қаншама заңгерлерді оқытып шығардыңыз, және де отдел криминалистикада сіз жұмыс жасадыңыз. Ол өте бір серьезный компания, серьезный оқу орны, сондықтан сіз сол жердегі жұмысыңызды тастап кеттіңіз. Ал енді мәселені былай айтайықшы, осы қазір халықтар көріп отқан адамдарға бір тиын ақшасы жоқ, қалай үй, автокөлік алуға болатынын айтып өтіңізші. Енді сіз соны кәдімгі жетістігін көріп отқан адамсыз. Иә, ешқандай қиындығы жоқ. Мұнда жаңағы бізде мобильный қосымша бар. Аманат драйвта UDS деп аталатын сол қосымшаны өзіңізге жүктеп аласыз, және сол қосымшадан өзіңіздің ссылкаңызды кез келген жаңағы желілерді пайдаланып жіберуіңізге болады. WhatsApp арқылы да, Facebook арқылы да жіберіп отырасыз. Босқа әншілердің немесе болмаса бір жаңағы юмористер болады, солардың әзілдерін қарап отырғанша сол 1-2 сағат қана уақытыңызды бөліп Аманат драйв туралы елдерді хабардар етсеңіз болғаны. Оның ішінде айта кететін болса, көрімдік акциясы, үй алуға болады, оту алуға болады. Одан кейін заправляй полный бак Аманат драйвте бензин, және де міне автокөлікті беріп жатырмыз. Соны қалай алуға болады? Және де бақытты отбасы жобасы бойынша асыл адамнан бір тиын үйге ақша төлемей, бақытты болып үй алуға болатынын айтып өтесіз. Ол үшін көп балалы ана кімдер үй алады деген сұрақтарға жауап беруге мүмкіндік бар ғой? Әрине мүмкіндік бар. Енді соның бәрін бөлісіп отса, енді
инстаграмда басқа да әлеуметтік желілерде кез келген қайда жоқ бір нәрселерді айтып отқанша осыны істесе болған болды ғой. Әрине сол жаңағы босқа уақытын текке өткізіп бір өсектерді қарап отырмай осындай әрекет жасаса, мен сияқты осындай көлікке аз ғана уақыттың ішінде қол жеткізуге мүмкіндік бар. Енді өзіңіз ойлайшы, біздің американский мечта деп жатады, қазір қазақстанский мечта деп жатады. Осындай автокөлік, биік, осындай армандайтын адамдар көп. Ал енді осы автокөлікті алған кезде өзіңіздің отбасыңызда қандай қуаныштар болды? Енді қазір көріп отырмын, өзіңізді қатты қуанып жүрсіз, арт кезде өзгерістер көп сіздің стиліңізде де, өзіңіздің өміріңізде де бір жақсы жаққа қарай бұрылған сияқты ғой. Әрине, ең бірінші кезекте қатты қуанатын ол балалар ғой. Балаларым өте қатты қуанды. Көлігіңіз қандай мама, күшті, керемет, мынандай жер бар екен, мынандай жер бар екен. Өйткені бұл жаңағы соңғы үлгідегі көліктердің қатарында 2019 жылғы RAV4 Қазақстанда жүрілмеген американец. Енді ғана келген сіз алдыңыз? Енді ғана келген, объемы 2.5. Барлық жаныңа не керек, барлық комфорттың барлығы бар. Мұндай көлік енді шынымды айтсам, мына жерде сенсорный панель бар екен, мынауың бәрі кожа дейсіз ғой. жай ғана армандап жүрген ғана көлік. Атам да қуанды, күйеуім де қуанды, бала шағаларым да қуанды. Өзіңіз айтасыз ғой, жақсы табыс тапқан адам жақсы киіну керек, жақсы тамақ ішу керек, жақсы көлікте жүру керек, жақсы үйде тұру керек. Енді қараңызшы, бізде Қазақстанда жұмыс істемей жатқан адам жоқ емес, бәрі жұмыс істеп жатыр, Құдайға шүкір да. Бірақ олардың айлықтарын теңге, то есть күнде 8 сағат теңгеге өтеміз. Теңгенің құны жоқ, өзіңіз білесіз. Оны көбейткеннен кейін ол барады да не істейді? Айлық болып шығады. Оның айлығы үй алуға осындай автокөлікке жетпейді. Сондықтан олар міндетті түрде не істейді? Жаңағы кредитке кіреді. Кредитке кіргеннен кейін жаңағы өмір бақи сол кредит төлемеуден. Жалындаған жастық шағы кредитке кетеді. Яғни ол адам бақытсыз адамдардың бірі ғой. Енді әрине бұл кезде мен кешірім сұраймын, кейбір адамдар қатты айтып жүрсем, өйткені сіз кредит төлеп жүріп бақытты өмір сүруіңіз мүмкін емес. Қарап отырсаңыз. Ал енді ең бастысы үйіңіздің документі банкте болса, банктың хозяйыны келешекте өзгеріп шетел азаматы болып кететін болса, онда тәуелсіздік туралы армандау қиын. Бізде біреулер айтады, сен ана YouTube арнасында жылап жатқан видеоңды көрдім, жаңа Нұрсейітпен деп жатады да, бірақ оны сол жылағанымыздың не үшін жылап жүргенімізді білетін болса адамдар, олар бізбен қоса еңіреп кететін еді. Өйткені бізде келешегімізде осындай мүмкіндіктер, қауіптер болуы мүмкін. Соны алдын алуымыз керек. Қазірден бастап экономикалық сауаттылығымыз болу керек. Ал енді сіз заң саласында жұмыс жасадыңыз, енді қазір өзіңіз экономикалық жағынан да сауатыңыз ашылды ғой. Өйткені сіз ақшаңызды, бүкіл ақшаңызды осы машинаға салған жоқсыз. Сіз күніңізді көретін, тамағыңызды алатын, киім алатын ақшаңызды бөлек алдыңыз. Ал осы автокөлікке бөлек жинадыңыз. Солай ғой? Әрине бөлек жинадым. Негізі Аманат драйвта 9 миллионға көлікке кезекке тұрған болатынмын. Оның бәрін тек қана жаңағы мобилді қосымшаны пайдаланып отырып бонустар жинадым. Сол бонустармен ғана алдым. Ар жағында негізі көліктің құны 12 миллион 200 мың теңге тұрады. 3 миллион 200 мың теңгені де мен жаңағы ақшалай қостым. Бірақ ол ақшада бір аспаннан келген жоқ. Осы Аманат драйв арқылы тапқан табысым болатын. Соны қосып, міне осындай керемет көлікті алып жатырмын. Яғни бізден қазір жылқыды алуға, тамақты алуға, киімді алуға, бәрін алуға, соның бәрін айтып халыққа сіз түсіндіріп жатсыз. Халық сонда жаңағы түсінген халықтың бәрі сізге келіп оқып жатыр. Яғни сіз қазір өзіңіздің шәкірттеріңізді де оқытып жатсыз осы жерде, өйткені шәкірт оқыту мәселесінде. Енді қазір мысалы үшін өзіңіз біздің қазір аудитория бар. Автокөлік аламын, үй аламын, бірақ көк тиын ақша жоқ деген адам не істеу керек сізге келіп? Осы Алматы қаласын айтайықшы. Алматы қаласы бойынша біздің орналасқан мекен жайымызға келіп, мен осындай Аманат драйв арқылы сіз сияқты көлікті болғым келеді, сіз сияқты баспаналы болғым келеді деген әрбір жанға мен көмектесуге дайынмын. Жаңағы қосымшаны телефонына жүктеп беріп, оны қалай адамға жіберу керек, WhatsApp желісін қалай пайдалану керек, немесе жаңағы Instagram дейміз, қазір халықтың бәрі көбісі Instagramда отырады, оны қалай пайдалану керек, барлығын үйретуге дайынмын. Яғни ол еркін агент қылып шығарасыз. Еркін агент егер де оның ішінде жақсы адамдар жұмыс істеп жатса, оны сіз региональный представительдік басқа қалаларды да дамыта аласыз. Мүмкіндік бар. Алматы маңында. Ең бастысы сіз осы автокөлікті, үйді қалай алып жатқаны туралы айтып түсіндірсеңіз, ол кісіні оқытуға дайынсыз. Осы жерде айта кету керек, баяғыда бір кісінің осындай армандарын орындалғанына көмектескенбіз. Сонда ол кісі айтады, мен өмірім 180 градусқа өзгеріп жібердім дейді. Енді мен осы жасаған жақсылығымды қалай қайтарсам деген сөздер болған. Сонда мен айтқан болатын, егер де біз істеген жақсылықтан сіз жақсы болып жатсаңыз,
сіз де біреуге жақсылық жасаңыз, сіздің жасаған жақсылығыңыз біреу рахмет айтып жатса, сол бізге айтылған рахметтердің бірі деп қабылдаймыз. Ең бастысы сіз жақсылықты жақсылықпен қайтарыңыз деген болатынбыз. Сол сияқты сіз де жақсылық жасаңыз, алла қаласа оқытыңыз, үйретіңіз, қаншама шәкірттеріңіз шығады. Енді бай мемлекетте кедей өмір сүруіңіз мүмкін емес қой. Қарап отырсаңыз, барлық байлықтың бәрі бар. Сіз енді қазір финансовый свободный адамсыз, еркін ойлайтын свободный мышлениедесіз. Өйткені сіз кредитке кіріп, бір жаныңыз қиналып жатқан жоқ, Құдайға шүкір. Бәрін қарыз-марыздардың бәрі болған шығар, кезінде жауып тастаған шығарсыз уже. Кезінде болды, иә. Енді қазір жыртығымыз болды, жамадық. Жамадыңыз, бүкіл жағдайды жасадыңыз. Енді қараңызшы, осылай таңертең кешке дейін жұмыс жасап жатқан әр азамат бір жылда бір машина, бір автокөлік алып отыратын болса, айлығымен, таза еңбегімен, мұғалімдер болсын, ол жаңа заң қызметкерлері болсын, олар жаңағындай дәрігерлер болсын, онда олардың армандары орындалады ғой. Әрине. Құрметті оқырмандар, мен бір салада 16 жыл бойы қызмет атқарып келдім. Тек жалақыға. Жаңағы бастығың не айтады, соны орындайсың, жалақыңды аласың, жаңағы робот сияқты жүресің. Ол айлық ар тартсаң арбасына, бер тартсаң өгіз іледі, ештеңеге жетпейді. Енді дәл қазір мен барлығына көзім жеткеннен кейін осы Аманат Драйвқа келдім, мүмкіндіктерді пайдаландым, міне қолымды жеткіздім. Бұған енді кедергілер де болды арасында. Мен негізі өзімнің көлігім болды, ескі көлігім болды, оны өзіңіз де көрген болатынсыз. Көбісі айтады, қашан ауыстырасың деп. Оң жақты рульді көрген адамдардың барлығы мынандай әп-әдемі келіншек, сен деген мынандай көлік неге мініп жүрсің, статусыңа сәйкес келмейді, өзінің рулі ауыр еще. Гуры дұрыс жұмыс жасалмайды. Соны жаңағы ер адамдардың өзі көріп, ана мынандай кіп-кіттай келіншек мынандай немен қалай айдап жүрсің, сен қашан көлік аласың деген сияқтыларды айтып жүретін. Кішкене ішімнен намыстанып қалсам да, жаңағы мақсат қойдым, мен Аманат Драйвпен жақында алам, көресіңдер, дәлелдеймін деп жүрдім. Сол арманыма қол жеткіздім. Тіпті осы компанияға келген кезде туыстарым арасында да маған қарсылық білдіргендер болды. Қайда бара жатырсың? Бұндай компаниялар, кооперативтер ұзақ өмір сүрмеген, ертең бірдеңке болса басың бәлеге қалады, бұндайлар ұзақ өмір сүрмейді деп, тіпті күйеуімді де қасыма алғым келген. Енді негізі ер адам қасында қолдап жүрсе, ол істің берекеті болатын білесіз ғой енді. Күйеуім негізі қолдайды, бірақ жаңағы туыстардың арасында жаңағы атакалар болды. Айналайын, барсаң өзің бара бер, онда істесең өзің істей бер, ертең сотталып жатсаң өзің соттала бер, бауырымызға тиіспе деген сияқты әңгімелер болды. Жарайды деп оның барлығында көз жұмдым. Бір Аллаға сендім, осы өзіңізге сендім, осы жасаған дүниеңізге, идеологияңызға сендім, алға шарықтайтынына сендім. Бұл компания мен келген кезде қандай жағдайда тұрғанын өзіңізге де мәлім етіне. Сол кезде мен жаңағы сондай кезде келген батырсыз негізі. Риск жасадың деп. Бізден бәрі қашқан кезде, мыналар өліп қалады, бұлар ешқандай тұрмайды деген кезде келдіңіз. Сіз Алла разы болсын. Сондай момент. Бір мәселе айта кетейік, қазіргі уақытта біз Алла қаласа, мына қазір аяққа тұрдық. Қазір сарықтап дамып келе жатырмыз. Кейбір кезде бір үлкен ағалар бар жаңағындай, не істемейтін, ешқандай реклама бермейтін, ешқандай адамға рекламасына көнбейтін. Сол адамдардың өздері қазір бізбен қосылып, осыны жарнамалап сөйтіп жатыр. Зиялы қауым, өнер адамдардың бәрі келіп жатыр. Неге? Ол өйткені бұл жұмыс, бұл іс ақша үшін емес, біздің өзімізден кейінгі ұрпаққа аманат етіп қалдыратын жобалардың бірі болғандықтан Аманат деп тұр ғой атыда. Аманат Драйв болғаннан кейін келіп жатыр, бізді жарнамалап жатыр. Алла разы болсын ол кісілерге де. Мәселе ақшамен өлшеніп жатқан жоқ, мәселе біздің істеп жатқан қызметіміздің келешекке ұрпаққа берер, санаға сіңдірер, сондай құлдық санадан құтқаратын болғаннан кейін соған істеп жатыр. Қарап отырсаңыздар, құрметті достар, қазір біз құлдық санада өмір сүріп жатырмыз. Барлығымыз былай айтамыз, кредит алсаң жаңағы үйінде төлеп тұрасың, ананы бүйтесің деп. Өзі кредит алған ғой. Енді балаларға оқытып жатыр. Балам, сен жақсы оқы, жақсы осыдан пенсионный фонд жүреді. Пенсионный фонд жүрсе, сенде кредит болады, кредитіңмен аласың да өмірін сүре бересің. Яғни балаларды құлдыққа айдап жатырмыз. Ал осы кредит беретін банктың хозяйыны кім? Ол егер шетел азаматы болса, онда ертең олар біздің төбемізді тесіп отырады ғой. Онда бізде қандай тәуелсіздік туралы армандауымызға болады. Осыны білген кезде көзің жасқа толмақ түгіл, еңіреп бір жаққа қарай қашып кеткің келеді. Неге? Өйткені бұл жобада қарап отырсаңыз, қандай қиындық болса да біз ажыраспаған отбасыларға үй беретін болдық. Асыл адам деген қорын аясында дінге, ұлтқа, нәсілге бөлінбейтін қылып жасадық. Қарап отырсаңыздар, біздің идеологияның астынан тырнақтан кір іздеп керек емес. Бұл халықтық жоба. Осыны түсініп келіп жатқандарыңызға рахмет. Енді ұзақ жол жүрдік, бірақ енді мына жерде өте қысқа айтуымыз керек. Сондықтан Ақтолқын ханым бір ауыз сөзбен айтқанда армандар
орындалады деп жатырмыз ғой. Орындалады. Ал енді сіздердің армандарыңыз орындалған, ол менің арманымның орындалған. Енді как разработчик ретінде жазып жатқан кезде сізді нәтижесін көргім келетін, әр істің нәтижесін көргім келеді. А нәтиже деген осы, міне мысалы үшін сіз әдеміленіп машинамен кетіп бара жатсаңыз, үстіңізде жақсы киім, ертеңге деген, болашаққа деген сеніміңіз, өйткені күйеуіңіз екеуіңіз қиын күндер бір-біріңізге айтасыз ғой, ертең вот жақсы болып қалады, міне бір нәрсе өзгереді, айналған бәрі керемет болып кетеді дейсіз да, сол керемет болмайған кезде қынжыласыз. Сондай уақыттарда біз міне жасап бердік. Сол жақсылықтарға жетіп жатқан кезде міне деген машинаңызды алып жатырсыз, міне деген арманыңызда үйді алып жатсаңыз, сол бақытты болып жатсаңыз, арманыңыз орындалып жатса, сол біздің арманымыз орындалған. Любой проектін жасаған кезде разработчик сондай өзінің нәтижесін көргісі келеді. Біреу үшін мүмкін нәтижесі шіреніп бір джипта отырып жан жақтағы адамдарға дым болмай өзіне ғана байлықтың бәрін жинап алған мықты шығар. Ал наоборот, біз сіздердің осындай бақытты болып жүрген күндеріңізді көргіміз келген. Міне өз көзіммен көріп отырмын. Жобамның нәтижесін міне кеше ғана жазып жатқан идея ғой, бұл жаңа қағазға жазып осыны жасаймын деп жатқан идеяның бүгін нәтижесін көргеннен кейін өзім де қуанып толқып отырасың. Сондықтан бұл жобаны өкінбейміз жасап шығарғанымызға. Ал енді сіздер ары қарай дамытып жатсаңыздар, одан кейінгі ұрпағымызға міне деп қолдарына ұстатсақ, олар одан кейін дамытып жатса, онда біздің арманымыз жоқ деп. Дұрыс айтасыз. Өйткені мынау келісім шартқа әрбір қазағым келіп қол қойған сәтте ертең осының кілтін сізге тапсырамын деп өзім ішімнен сондай нетіп тұрамын, ниеттеніп тұрамын. И көзді ашып жұмғанша 5-6 ай уақыт өтіп кетіп қолдарына кілтті ұсынған кезде тура бір өзімнің арманым орындалып жатқандай, өзім баспана алып жатқандай сондай керемет сезімде боламын. Әр салымшыны қуантуға, солардың қуаныштарын көруге, өйткені білесіз, ішінде жаңа егде жасқа келіп қалғанда азаматтарымыз бар. Сол уақытқа шейін олар жаңағы қол жеткізе алмаған ол баспанаға. Өйткені ондай мүмкіндіктері болмаған. Осындай мүмкіндікті Аманат драйвтан келіп тауып, баспаналы болып жатқанда қуаныштарын көрген кезде мен олардан екі есе қуанам. Жаңа өзіңіз айтып жатырсыз ғой, сендердің армандарың орындалған, ол менің арманым. Нәтиже деп. Бір кісілер мынандай айтқан болатын, өлсем өз үйімнен кетейін деп. Өте ауыр сөз. Бізге как разработчик ретінде жасап жатқан кезде әлі де сондай кісілер бар. Түбіміздің жүрегінің түбінде, ойдың түбінде сол кісілердің бір жағдайын жақсартуға бір ниетіміз бар, Алла қаласа иншалла. Ал енді қарап отырсаңыздар, біздің қазіргі істеп жатқан жұмыстарымыздың ішінде ең бір кереметі, халқымыз үйлі күйлі болып жатыр. Қолдарынан біз артық документ сұрап жатқан жоқпыз. Келеді, кезегі үйін алады. Жас ерекшелігін айтсаңызшы. Жас ерекшелігі жоқ. Қуанады ғой ана. Үлкен кісі де жас 18. Ең бастысы оригинал документі қолында. Ал одан кейінгі мына Аманат драйвтың хозяиндардың бір өзі ғой. Иесі киесі халық болатын болса, онда бізді сырттан келіп жау алмайды. Сондықтан барлықтарыңыз осы жобаны түсініп келгендеріңізге рахмет айтамын. Қазіргі уақытта күн сайын үй алып жатқан, автокөлік алып жатқан адамдардың реті өте көп. Сонымен қатар бізде жай қарапайым адамдарда, өнердің майталмандары да біздің қатарымызда болып жатқанына қуаныштымын. Сондықтан заң қызметкерлері де осы жерде жүр, өзіңіз білесіз. Әртүрлі жаңағы милицияда болсын, басқа да болсын, қызметкерлердің бәрі, военныйлар болсын, осы жобаны келіп, түсініп, үйлерін алып, сондай бір қуанып жатқан кезде кейде айтады, видеоға түсірмей-ақ қойшы деп кейбіреулер. Түсірмейсің. Но бірақ сонда да болса да видеоға түсіп жатқандар болады. Мен көрсетемін жаңағы туыс-туғандарыма деген сияқты. Немесе мені көрсін басқа адамдар деп жатады. Ал ең бастысы соның армандарын орындап жатқанына қуаныштымыз. Сондықтан армандар орындалады деп адамдарға айтқым келеді. Ал енді армандарды орындайтын сіздердің де жақсы көретін, осы халыққа қызмет ететін қыздар, жігіттер осы біздің Аманат драйвтың құрамында. Сондықтан ең жақсы адамдарды жинадым деп ойлаймын. Менің өткен қателіктерім де бар, менің алған өмірден алатын жаңа қиын сәттерім де бар. Соның бәрі маған қайтадан қайрап, 2 есе, 3 есе жұмыс жасауға мені итермейді. Сондықтан бұл жобаны жасап шығарған кезде осы жұмыстың нәтижесінен кайф алып отырмын. Дәп қазір я кайфую, короче. Мен де кайф алып отырмын деймін. Әр адам ұялған сайын бәрімізде, мен ойлаймын, барлық өкілдер сондай деп ойлаймын. Әр адамға кілтті ұстатқан сайын сондай бір қалықтап аспанда сондай бір бақытты сезім. Өйткені ана адамдар уже бақытты да, өзінің үйінде жататын болады, өзінің өлең төсегінде жататын болады, үйі өзінің атында, құжаттар өзінің қолында. Одан артық мен ойлаймын, баспана іздеп жүрген бір осы Қазақстан бұрышынан кішкентай өзінің уголок дейміз ғой, сондай бұрышын іздеп жүрген адамдарға одан асқан бақыт жоқ деп ойлаймын. Бақытты жандар көбейе берсін елімізде. Рахмет.